Қыз бен печенье. Оқыған Әлібекова Әсем. Қыз үлкен әуежайда өзінің ұшуын күтті. Оның рейсі кешіктірілді және оған бірнеше сағат бойы ұшақты күтуге тура келеді. Ол кітап, печенье пакетін сатып алып, уақытты өткізу үшін орындыққа жайғасты. Оның жанында печенье пакеті салынған бос орындық, ал келесі орындықта журнал оқып отырған адам отырды. Ол печеньені алды, ер адамды алды. Бұл оны ашуландырды, бірақ ол ештеңе айтпады және оқуды жалғастырды. Ол печеньені алған сайын адам оны да ала берді. Ол ашуланды, бірақ адамдар көп болатын әуежайда жанжал шығарғысы келмеді. Бір ғана печенье қалған кезде ол мына надан не істейді екен деп ойлады. Ер адам оның ойын оқығандай печеньені алып, оны екіге бөліп басын көтермей оған берді. Бұл шектеу болды. Ол орнынан тұрып, заттарын жинап кетіп қалды. Кейінірек ол ұшаққа отырып, үшін сөмкесіне кіріп, печенье пакетін алып шыққан кезде кенеттен өзінің печенье пакетін сөмкесіне салғаны есіне түсті. Ол білмейтін деп ойлаған адам өзінің печеньесін мейірімділік үшін ашуланбай онымен бөлісті. Ол қатты ұялды және кінәсін түзетуге мүмкіндік болмады.